Вспышка кори набирает обороты в столице. 6 детей в реанимации. Ал корды үй жағдайында қалай анықтаймыз? Кордың алғашқы күндерінде, үшінші күндер аралығында катаральды симптомдар пайда болады. Катаральды симптомдар дегеніміз балада жөтел пайда болуы мүмкін, мұрнынан су ағуы мүмкін, және көздері былшықтануы мүмкін. Үшінші күннен бастап баланың ауыз қуыстарында ақ дақтар пайда болады. Авторы бойынша оны Белско-филатово коплика дақтары деп атайды. 4-5 күндері біздерде дақтар пайда бола бастайды. Дақтардың ерекшеліктері бас аймақтарынан пайда бола бастайды. Бастан бастап төмен қарай түсе бастайды. Және дақтар бір-біріне жабысқан болуы мүмкін, немесе әр жерде орналасқан, бірақ көлемі барлығы бірдей кішкентай болып. Корды анықтауды және емін астыға описанияға жаза кеттім. Медициналық пайдалы ақпараттар үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.